Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай бір жасағаннан шығатын блини жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды жақсы араластырып аламыз венчикпен. 250 мл сүт құямыз и 500 мл су, немесе 2 стакан су. 3 ас қасық қант және жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы. Енді 150 мл күнбағыс майын құйып, венчикпен араластырып аламыз. Үстіне електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Ұн менде 500 грамм немесе 2 стакан ұн. Осылай венчикпен араластырып, түйіршіктері кеткенше массамызды осылай венчикпен араластырып аламыз. Міне массамыз осындай дайын болды. Не сұйық емес, не қою емес, орташа. Енді қызып тұрған табамызда пісіріп аламыз. Салмасына өзіңіздің қалауына қарай салсаңыз болады. Мен салмасына ештеңе салмадым. Міне осылай екі жағын қызартып аламыз. Төменге рецептісін қалдырамыз, ол жерден қарасаңыздар болады. Лайк басып тіркеліп кетейік достары. Сіздермен болған Гүлдариға, назарларыңызға рахмет.